esen sağ barmısızlar? Aldarınızga çıktı men basım deyip, atalar sizlere saldım menen kiyim kiyip. Toylarınız toygalasın ağayın. Bugün 2021 жылдың 20 маусымы қазақтың тақиясына тар келмес ұлы оқиға өз бастауын алмақшы. Олай болса, досқара руынан шыққан дарын сер жігітіміздің сүндет тойына қош келіпсіздер ағайын. Ал енді барлығымыз ел болып, ту қолы шапалақпен ортаға той иесін алдыртайық. Қуаныңдар ағайын, тамсаныңдар, сүйіншімен маңайға жар салыңдар. Той иесі келеді ортаға, ту қолы соғып, шашуменен қарсы. Шапалақтарыңыз аймаймыз, қымыз қонақтар. Туған елмен ел үшін, отан үшін, жер үшін. Қазақ елі ешқашан батырлардан кем болмаған. Мұсылмандық ол міндет, мұсылмандық ол сүннет дейді. Батырларыңыз алға шапалақтарыңызды аямаймыз. Қазақтың дәстүрлері жасасын дейміз. Базарбай атамыз, келіңіз, осы шаңырақтың ұлыларын ұлықтап, үлкендерін құрметтеп, Базарбай атамыз өзіңізді алдыртайық ортаға. Атамызға сер жігітімізді өзіңіз, дұрыс, осы сер жігітімізді қолыңызға көтеріп, Ақжолдың алдына қойсаңыз. Қанекей? Ал енді қымбатты қонақтар, сер жігітіміздің өмірлік ақ жолын киелі адыраспан шөгінен аластап алайын. Алас, пәледен қалас, сұқтының көзінен алас, жаманның сөзінен алас. Алас, пәледен қалас. Қазақтың аластау рәсіміне жақсылап бір қол соғып қойсаңыздар ағайын. Асылдың бірі күміс дейді, бақ дәулетті болсын дейміз. Мына күмістің сыңғырындай күлкісі кетпесін. Тәттіні кімдер жақсы көреді? Ол әрине кішкентай балалар. Олай болса, осы шаңырақта кішкентай балалар көп болсын дейміз. Барлықтарыңызға шығысты болсын, той болсын дейміз. Шығысты болсын. Ал енді мұсылмандық ол сүннет, мұсылмандық ол міндет дейді. Әр ата-ана үшін осындай бір үлкен дүбірлі той жасау, ол өте үлкен бақыт. Сер жігітімізге атамыз, мынау біздің батырлықтың белгісі, қазағымыздың елдігінің, ерлігінің белгісі ретінде қамшын ұсынсаңыз. Ұстай ғой. Қанекей, ал енді кертпе рәсімі дейді. Кертпе рәсімі, мына қамшымен қазір бүкіл қонақтарыңды сабап шық. Сабап шыққанда жақсылап сабап шық. Сіздердің де шаңырақтарыңызда үлкен дүбірлі той болсын деген ниетпен. Қане, жүгіре ғой. Барып қонақтарыңды арқаларынан соғып шығайық. Қанекей, жүре ғой, жүр. Әкесі мен шешесінен бастайық. Тағы осындай тойлар болсын, жарайсың. Бұлай, сабап қой. Аға, кеттік. Қанекей, жақсы бір музыка қойсаңыз, алаш ұлын. Кеттік. Барлығын, сабап шық. Жақсылап саба, аға, жақсылап. Той болсын, той көп болсын. Қазақтың шаңырақтарында домалақ балалар, келіндері туа берсін дейміз. Шығысты болсын. Сіздердің де шаңырақтарыңызда үлкен дүбірлі той болсын.
Жаңбыр менен жер көгерер дейді. Бата менен ел көгерер дейді. Олай болса атамыз өзіңізден бата сұрайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам бір хадисінде айтқан екен. Сүндет той, ұлы той деген екен. Сол сияқты мына ұлы тойларыңыз құтты болсын. Таудай талап берсін, бармақтай бақ берсін, дариядай білім берсін. Елінің, халқының азаматы болсын, отанының қорғаны болсын. Туған туыс бауырларына, әке шешелеріне жақсы ұл болсын. Аспаны ашық болсын, жолы ақ болсын, мінгені пірақ болсын, жатқаны шырақ болсын. Алла тағала осы баламызға дүниенің бар жақсылығын берсін. Қабыл болсын дейміз. Ал енді қазағымыздың тағы бір әдемі дәстүрі бар. Атамыз бүгін міне үлкен дүбірлі тойда шапан кигізбей қалай өтеміз? Олай болса шапаныңыз құтты болсын. Атамыздың құрметіне жақсылап бір шапалақ соғып қояйық ағайын. Төле биіміздің мынадай сөзі бар. Бақ дегеніміз не, байлық дегеніміз не, бала дегеніміз не? Бақ ұзатылған қыз дейді. Байлық еритін мұз дейді. Бала артта қалған із дейді. Олай болса артта қалған іздеріңіз көп болсын. Ал енді өмірдің ең жақсысы сыйласқан сіз бен біз дейді. Үлкен дүбірлі тойда тек қана сыйластықта, осындай тойда ғана кездесуге жазсын ағайын. Тойларыңыз той қаласын ағайын. Мадина қыздарыңызға бір қошемет болсын.